Жан? Бұл жерде дөңгелек жаңа десе де болады. Өте арзанға береміз деп жазылған. Бар жоғы 100 000. Қызық, неге арзан екен? Білмеймін, бәлкім тез арада сату керек шығар, қазір білейін. Қане, тыныш, хабарласып жатыр, тыныш. Антураж бір ушу жағдай жасаймыз. Бағананы қос. Ей, құрып кеткір, ал шары қарай. Болды, дайындалыңдар. Көтер. Алло? Қазір 1 секунд. Әйгерім, балаларды алып кетші дейм. Иә. Олжас, Амира, ақырын. Не дейсіз? Бауырым, неге арзан сатып жатырсың, а? Енді бауырым, машинаны сатып жібергем, дөңгелектер гаражда жай жатыр. Мен өзі сіздің алдыңызда немене ақталып тұрмын. Онсыз да екінші елде басқа клиенттері қоймай звондап жатыр. Сондықтан қаласаңыз алыңыз, қаламасаңыз алмаңыз. Жоқ, мен алам. Жарайды, сен қай қаладан телефон соғып тұрсың? Алматыдан? Не ғой, дөңгелектер Астанада. Сен маған карточкаға ақша жібер. Мен саған жеткізу қызметімен жіберем. Жақсы. Бауырым, мені лақтырып кетпейсің ғой, е? Тыңда, сен басқа біреуден ала берші, жарай ма? Жақсы ма? Менің басымды қатырмашы. Жоқ, жақсы, мен алам. Сіз карточканың нөмірін айтыңыз. Бауырым, сен шынымен алғалы тұрсың ба? Мен саған сәл ғана қысым жасадым, сен сеніп қалдың. Қарашы өзің, сен танымайтын адам. Сапалы, жақсы дөңгелегін сата ма саған? Ақылға салып ойланып көрейікші. Сенде қымбат, сапалы, мықты дөңгелектер бар. Сен бейтаныс адамға сатасың ба? Жоқ, әрине. Егер қатты сатқың келіп бара жатса, танысыңа, достарыңа, туыстарыңа сатасың. Немесе біреуге сыйлай саласың. Бұлай нағыз алаяқтар жұмыс дейді. Ешқашан ақша жіберме, оның үстіне алдын ала төлем жіберме. Сондықтан, қымбатты достар, мұндай түкке тұрғысыз схемаларға алданбаңдар, ақша жібермеңдер. Алдын ала төлемде, оның үстіне тауарды көрмей тұрып. Алаяқтар бір сапалы тауарды тауып, әдейі, төмен бағамен, нарықтық бағадан төмен бағамен хабарландыруға шығарады. Түсінесіз бе? Ал сендер соған алданып қаласыңдар. Құрметті достарым, естеріңде болсын. Ешқашан ақша жібермеңдер, алдын ала төлемде. Тауарды қолыңызға алмағанша. Сонда бәрі жақсы болады.